Саламатсыздарбы достар, сендермен Казбы. Және де бүгін сіздерге аяқ киімдер туралы қызықты мәлімет айтатын боламыз. Аяқ киім түрлері олардың жасалған материалына, тұтынушының жасы мен жынысына, әлеуметтік жағдайына байланысты жасалады. Археологтардың айтуы бойынша, аяқ киімдер осыдан 26-30 мың жыл бұрын палеолит кезеңінде Батыс Еуразияда пайда болған деседі. Ең алғашқы аяқ киімдер теріден, ағаш тіңінің пайдалануымен, папирустан, қамыстан жасалынған. Биік өкшелі аяқ киімдер шыға бастағанда, оны алғаш кезеңде түрік ханзадалары киген. Бұның себебі оларға аттың үстінде жүру ыңғайырақ болған. Ағылшындық Джеймс Смит деген кісі 1792 жылы алғаш рет аяқ киім өлшемдерін ойлап тапты. Ал үшкір өкшелі аяқ киім түрін алғаш рет итальян модельері Сальваторе Феррагамо ойлап шығарды. Мүмкін емес, бірақ шындық. Аяқ киімдері байлау үлгісінің 2 триллионға жуық нұсқасы бар. Ежелгі дәуірлерде адам аяғын жарақаттаған уақытта оған жіппен байланған арнайы корсет кигізетін болған. Ол аяқтың қозғалуына кедергі жасағанмен өте ыңғайлы болған. Оны кроссовки деп атайтын. Адамдар бұның ыңғайлы екендігіне түсінген кезде қазір кроссовки деген атауға ие спорттық аяқ киім пайда болған. Өткен ғасырдағы 50-ші жылдардан кейін кроссовкалар адамдардың күнделікті аяқ киіміне айналды. Сонымен қатар кроссовкалар және кедалар теңіз бетінде батып кеткенге дейін 10 жыл жүзіп жүре алады. Норвегияда жаңа туған баланың аяқ киімін ата-аналары күміспен қаптайды. Осылайша олар өздеріне өте бағалы сувенирді алып қалады. Сіздерге пайдалы кеңес. Егер сіз өзіңізге аяқ киім сатып алатын болсаңыз, ең қолайлы уақыт түстен кейін екенін ұмытпаңыз. Өйткені бұл уақытта адам аяғының көлемі едәуір ісініп тұрады. Сіздермен болған Казбы арнаға жазылып, лайк қойып кетіңіздер. Сау болыңыздар.